Бисмиллахи-рахмани-рахим. Армысыздар ардақты ағайын. Есімім менің Нәзира Сұлтанмұратқызы. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін өздеріңізге қысқа да нұсқа жалпы саху сәждесі турасында айтқым келіп отыр. Саху сәждесі қалай, қашан, қай уақытта жасалынатыны турасында. Әрине мен қысқа да нұсқа айтатын боламын, бірақ сіздер толық ақпаратты описанияны ашып, сол жерден оқып алсаңыздар болады. Мен міндетті түрде төменге жазып қалдыратын боламын. Ал енді саху сәждесі бұл араб тілінен аударғанда қателік деген мағынаны білдіреді. Баршамызға мәлім, бұл енді намаз оқып жүрген адамдардың басым көпшілігі білетін шығар, намазда ойдың бөлінетіні, жаңағы күмәндар тудырылатыны, бірінші рәкағаттан кейін екінші рәкағатты оқыдым ба оқымадым ба, жаңағы басқа сүре оқылу керек пе еді, оқылу керек емес пе еді деген сияқты жаңағы ойдың бөлінетін кезінде, басым көпшілігі сол ойдың бөлінетін кезінде, жаңағы рүкіндерді орындағанда кеткен қателіктер мен кемшіліктердің орнын толтыру үшін осы саху сәждесін жасайды екенбіз. Енді баршаңызда да болатын жағдай шығар. Менің өзімнің намаз оқып жатқан кезде ойым бөлінетін кездер болады. Сол кезде мен әрине міндетті түрде намазды оқып біткеннен кейін әт-тахиятты оқып, одан кейін екі жағыма сәлем беріп, одан кейін 2 рет сәжде жасаймын. Түсініп тұрған шығарсыздар. Намазды оқып біткеннен кейін әт-тахиятты оқимын, одан кейін екі жағыма сәлем беремін, одан кейін сәждеге 2 рет барамын, одан кейін қайтадан әт-тахиятты оқимын, одан кейін салауатымды айтамын, Рәббіна әтинамды оқимын, одан кейін барып екі жағыма сәлем беріп, намазымды аяқтаймын. Міне саху сәждесі, жалпы қателік сәждесі осылай жасалынады. Ал сіздердің де намаздарыңызда ойларыңыз бөлініп жүрсе, міндетті түрде саху сәждесін жасаңыз. Баршаңызға пайдалы болсын. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху.